ақ тозаңды аспан қатты. Ассалаумағалейкум Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жазсаңлақты. Ақиқатты айтумен атың шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулынгендей бозатсаң елдің мұңын, жарлының жанарынан жас парлапты. Шыңғырған шындығыңа былқ етпеген биліктің бауырын ай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүргенмен қастар жапты. Айырылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып 30 ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлапты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерет бас бармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың ел көңілінен алынып тасталмапты. Ал ағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. 2 жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сіміртіп білім сөлін. Әй бірақ ұстаз болған сол жылдары мені көп нысанаңа ілуші едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді қылушы едің. Айтыстарға жібермей қамап қойып ал, өзің гастроль деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақып сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұруші едің. Анамынан жинап ап тиын тебен, асханаға апарсам жеуші едің. Бір кезде өзің қатты азаптаған, шәкіртің болып балды жұбың сенің. Көкесін көрсетіп ең Жандарбектің, есесін қайтарайын бүгін соның әй. Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентек едің танығаннан. Кезінде үйді бөңдеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой кәрін алған. Тұлпарды баптағанда атбегілер ащы тер алады екен жануардан. Мен де сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап едің арғаннан. Содан жаман болдың ба Жандарбек ау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтақынның қабыл алғам. Андасаң да ұруға болады деп, әкеңіздің қолхатын алып алғам. Оны да нотариусқа бекіттіріп, мөр бастырып, қалтама салып алғам. Тауықтың аңсағаны тары болған, байқасам бұл өмірде бәрі жалған. Өзім асырап ит еткен мына күшік ендіге балтырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзіме кеп артылып жады болған. Мына пәле сабаймын деп ұмтылса егер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігіт еді қажы барған Жандарбекке бере көр сабыр Аллам.
қыран баптап ұшырдым дегенімде көрсетпегің осы мет кәрі жалған әгигәгім сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар, олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат, бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгигәгім бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбештеген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғың. Қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып бұлдың. Сен бәле Еуразияға келмей жатып Ақсөлеу Рымғалиді шәйіт қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып еңіретіп көз жасын жайық қылдың. Күйдіріп күнде күйіндіріп дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп түйедей Балғынбектің қанын ішіп, ақыры сойып тындың. Аш бәледен қаш бәле басаманда, сосын мен де торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат ет, оны да ақылынан айықтырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз-өзімен бейшара Малдыкөлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жөйіт құса барлығын жойып тындың. Әгигәгім Бастай қып Айбекпен алысайын құбарланша, Балғынбек дәулеткерей Серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келік бай шүбәң болса. Менен қорқып торғайға сен қашыпсың, қалықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар ек бабалардан сыраңғарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағам қаңғып жүр сығандарша. Халық сені қаһарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе, бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қаһарманың мынау болса. Ал бұл күнде жастардың кейбіреуі Құдай сөзін ұқпай тұр құбылып түк. Шетелден 2-3 жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Атанаға айғайлап уағыз айтып, ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шын ұмытқып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тымырыттық. Әумин деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптық. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтық. Мұсылмандық әстәсте емес педі, Абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннатынан шынын ұтқып. Құдайдың қаһарына қап жүрмейік, құрметті дінімізді құбыжық қыбай. Өлімді, өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрібір ұмытқан мен сен өлімді. О дүние бар мекен жоқ бекен деп білмейсің, сенбесің мен сенеріңді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсың білген жоқсың мынау жарық жалғанды көреріңді. Солғыса о дүниеге біліп барып қалсаң білмейсің жаратқанға не деріңді.
Ораза намазың жоқ, зекетің жоқ, шариғи толтыратын кемеріңді. Бұ дүниеде Аллаға серік қосып білгің келет болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқаумедің көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы боп жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Иегімде сақалым болмаса да ихрам кигендердің сапынамын. Қасиетті қағбаға барып қайттық, жайын ойлап имани ахуалдың. Әл харам деп мешіті аталған соң күнәні қылмайды екен батып әркім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден биігіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды, іштегі уын шығарсам запыранның. Езуіңе көгала торғайдай қып көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейм қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің бір күн, ісің бұл күн. Әзілге Жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап-жымдап дүкендерден нан алып шай-пайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арабшаңыз шамал еді, насыбай деп жер көкке ұшып жүрдің. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің ай. Алашты ақын едің таңғып жүрген, баураған көпшілікті балғын жырмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды насыбайға салдың бірден. Құлшылық қылып жүрген шығар десем, дүкендерді аралап қаңғып жүрмең. Нан менен шайыңды іздеп Мекке жақтан, құлқынның жағдайын қамғып жүрмең. Қағынып қасиетті қағбада да ағаңның насыбайын аңдып жүрмең. Әгегәгім, әгегәгім. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік. Ақ қызыл боп бірнеше түргедендік. Лә илаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай қу деп, можан топай есерге жүлде бердік. Арғатаңды маймылдан тараттырды, жаратқанның хақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып бізделендік. Шекарамыз ашылып исламмен қауышып, біз иншалла дінге келдік. Пәкістан араб ауған Түркиядан, жан жағыңнан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып, балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жынырғандай зікір салып, біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулиемен әнбиені, көріздеп қабір кезіп жын келердік. 40 күн ел адақтап, қаңғы бас боп, уағыз айтамыз деп кірде көрдік.
қырық пышақ боп қырылысып енді бүгін бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әгигәгім, әгигәгім. Біз қазақ ежелден ақ даугер елміз. Даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп біріміз жау көреміз. 10 күнәнің 10-ында тілден тауып, өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әурелелміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, бүгінгі арап қосап қан көреміз. Мұсылманды дұшпан тұтып, Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгигәгім, әгигәгім. Дәл мұны көздеріңіз көріп отыр. Тырнасаң өрши берер бөрі қотыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен, бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ахли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне берік отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Төртеу түгел болмаса төрт мазхабта яһудилерден бір қауіп төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып, біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына ірткі салып өршітіп, арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген араптың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құранды өртеп Мұхаммедті соттаймыз деп оттағандар кеудесін керіп отыр. Осыған қарсы тұрған бір қазақ жоқ, іштен тынып қорлыққа көніп отыр. Осыны қазақ айтса өре тұрып жүндей түтіп жіберердей болып отыр. Әлділердің арт жағы дирмен тартып ақш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған исламды ібілістің әскері жеңіп отыр. Әгигәгім, әгигәгім. Ел ертіп жүрген араптарды еске салсам, көргенмін білем дерсің. Тоқал деп тоңқылдаған Айдақынға үшеуін бір әперіп шын ерлерсің. Шариғатта рұқсат 4 әйелге, оның да жоқ жітігі түгенделсін. Қыдырымпаз әкеңді қыз іздеген, сонда ғана үйіңе шідерлерсің. Әкеңнің Шорабектен қай жерегем 4 әйел 4 жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, Айдақынның 4-еуі түгел болсын. Әгигәгім, әгигәгім. Шалдар көп тоқал десе шарқыратын, күшіне қарамайдау сарқылатын. Берем десең алам деп дайын отыр, Айтақын жоқ тоқалдан тартынатын. Мен оған 4 әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жарты қатын. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар, шариғаттың шарты жақын. Одан кейін Айтақын өзі білсін, ал Абылайдай алса да 6 қатын. Әкем жүр жас тоқалға талапкер боп, мен жүрмін әйелім жоқ қанаттер боп. Араптарда 4 әйел болады деп, өзіңше сен отырсың сауаттер боп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой, қасиетті Қағбадан сауаптер деп.
Әйтпесе Қайрат ағаң жіберген жоқ араптардың қатынын санақ белде бай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт халайық аулына ақиқаттың аттанайық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайық. Қыздарың қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайық. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттанайық. Бұрынғы бұрымдылар қандай еді, дәлелді тарихтан апқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты бәйбішедей атқа лайық. Бәйбіше кимешексіз болушы ме дәлелді осылайша нақтабайық. 30-да орамал жоқ, не кию жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайық, қол хаққа жайып. 10 күнәнің 9-ы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджагын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдың бар айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Бір кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әселхан Әсияны кемпірсініп айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек Айтақын мен Есенқұлды шалсын деп айтыс сайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп еді, жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай бізде кәрі болдық па деп өздеріңе өздерің таң қалдыңдар. Атаңа істегенің алдыңнан кеп Балғынбек екеулерің шал болдыңдар. Келінменен керіскен ене құсап жастармен арпалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші, балалармен тайталасқан бар болғырлар ай. Сен өйтіп сылтау айтып сипақтама, мұныңмен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жарды қатын бұйырмат деп жағдайыңа бересің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине, қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иізін аңсадым деп айтақын жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйдігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды екі-ақ бала. Қалыңсыз тоқал жағын мен жешейін, торғай жаққа жіберсең 2 аптаға әгегәгім, әгегәгім, Жандарбек хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күңдік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кінәртіп иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ. Апырай, сірә иман бар моларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмаған ба? Әгегәгім, әгегәгім, жігіттер, Жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар.
Кәрі боздар жүрмесе үйіріңде жасайғырлар аранға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сахнада айтысып әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар 30-да орғып тұрмыз, отауыздан оқ атсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шыдайсыңдар. Әгейгәгім, әгейгәгім. Кәрі деп інім басқа ұрып кетті, демессің бұлағанды бұғып кетті. Жастардың да белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдым деп ұлып жүрген біреуі жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешіп Нұрлан деген серкелерің қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер Сыздықы Ваң Төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тынышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жасарыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбасары іркіттей іріп кетті. Әгейгәгім, әгейгәгім. Мен саған сілдемейін қанжар дәлдеп, ұлансың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес мәңгүрт орыс ормандар кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші боп тізгінді өз қолыңа ал Жандарбек. Біз аспаған асудан асыңдаршы, үйткені біз жетпеген армандар көп. Осыменен тұрайық орнымыздан, басыңа бақ қондырсын Аллам дәлдеп. Әгейгәгім, әгейгәгім. Рахмет. Жандарбек Бұлғақов, қазылар. Бірыңғай 10-50 ұпай. Айбек Қалиев, бірыңғай 10-50 ұпай.